Ахлу сүннет уәл жамағат, яғни сүннет халқы және жамағаты сенім және құқықтық мазхабтардан тұрады. Фихи мазхабтар төртеу: Ханафи, Малики, Шафиғи және Ханбали. Олардың пайда болуының өзінің себептері бар. Фих саласының ғылым ретінде қалыптасуының тарихнамасына қысқаша тоқталып өтейік. Хазіреті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дәуірінде мұсылмандар күнделікті тіршілік пен құлшылық және әлеуметтік мәселелер жайында сұрақтарын тікелей пайғамбардан саллаллаху алейхи уассаламнан сұрайтын. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам ондай сұрақтарға Құран аяттары негізінде кейде өзінің ойымен жауап беретін. Егер Хазіреті пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір мәселеде өз ойынан пәтуа берсе, берілген үкім дұрыс болмай қалған жағдайда Алла тағала уахи арқылы түзетіп отыратын. Ал Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар қайтыс болғаннан кейін халифалар ислам дінін тарату үшін көрші мемлекеттерге жорық жасады. Сөйтіп Иран, Ирак, Сирия, Мысыр және Солтүстік Африка елдері халифа билігіне бағынды. Бұл елдерде қаншама ұлт пен ұлыстың, діндер мен діни наным-сенімдердің бар екендігін ескерсек, ислам дінінің әмір тыйымдарына қарсы келетін тұстарының көптеп кездесуде заңды құбылыс. Аталмыш елдерге исламды үйрету үшін ұстаз ретінде қаншама сахабалар жіберілді. Олар ақиқат дінді үйретумен қатар тұрғындар тарапынан қойылған кейбір сұрақтарға жауап беріп отырды. Жергілікті халық мәселенің шешімін білетін сахабаларға жүгінді. Олар мұндай жағдайда сұрақтың жауабын әуелі Алланың кітабы Құраннан, болмаса Хазіреті Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам хадистерінен іздейтін. Одан да таба алмаса, өздері ақыл ойға сүйеніп шариғат шеңберінде үкім беріп, яғни ижтихад жасап, пәтуа беріп, мәселені шешіп отырды. Сахабалар бұлай етуде мына бір хадиске сүйенді. Бірде Хазіреті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Муаз ибн Джабал есімді сахабасын Йемен еліне әкім етіп жібермек болады да, одан бір мәселе шықса қалай үкім бересің деп сұрайды. Муаз әуелі Алланың кітабымен деп жауап берді. Хазіреті пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам егер мәселені одан таба алмасаң ше, деді. Ол Алла елшісінің сүннетінен іздеймін деді. Хазіреті пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам тағы да одан да таппасаң ше деп сұрады. Муаз бұл жолы ондай жағдайда өз ойымнан пәтуа беремін деп жауап береді. Осылайша сахабалар жаңа шыққан мәселеге Құран аятынан яки пайғамбар хадисінен дәлел таппаған жағдайда өз ойларынан пәтуа беретін. Бұлай істеу әдісі уақыт өткен сайын кең етек ала бастады. Кейбір сахаба өз ойынан берген үкімінің соңына бұл менің пікірім, егер дұрыс болмаса Алладан, қате кетсе менен деп көрсетті. Өз оймен пәтуа беруші сахабалардың басым көпшілігі Хазіреті пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам жанында көбірек болғандар еді. Сахабалар дәуірінде тағы бір шешім шығару әдісі бар еді. Ол ижма. Яғни қандай да бір мәселе жайында үкім беру үшін көпшілік мұсылман мешітке яки алаңға шығып, мәселені талдай отырып, бір ауыздан қабыл етеді. Бұл әдісті алғаш қолданған екінші халифа Хазіреті Омар радиаллаху анху болатын. Ол шешімі қиын болған бір мәселеде Мәдина халқын жинап алып ақылдасатын. Сөйтіп, көпшіліктің ортақ шешімімен бекітетін. Мысалы, Ирак аймағын халифа Омардың әмірімен мұсылмандар жаулап алып, соғысқа қатысқандар сол аймақтың жерлерін өзара олжа ретінде бөліп алмақ болады. Бірақ халифа Омар жерді жекеменшікке беруді дұрыс көрмей, Мәдина халқымен 2 күн бойы талқылай келе, 3-ші күні ол Хашр сүресінің 7-ші аятын оқығанда жиналғандар бір ауыздан пікірді қолдап, жерді байырғы иелеріне қалдырады. Алланың елшісінің бір кент тұрғындарының қалдырған олжалары Аллаға, елшісіне, жақындарына, жетімдерге және жолда қалғандарға тән. Сендерден байлар арасында айналып жүрмеу керек. Сендерге елші не берсе алыңдар да, неден тыйса одан тыйылыңдар. Әрі Алладан қорқыңдар. Сөзсіз Алла қатты азап иесі. Сахабалар дәуірінде ғалымдар үкім шығаруда мына негізгі принциптерді бекітеді. Бірінші, Алланың кітабы Құран. Екінші, пайғамбардың сүннеті. Үшінші, ижма. Көпшілік ғалымның ортақ пікірі. Төртінші, қияс. Салыстырмалы үкім. Сахабалар діни салада көптеген шәкірт тәрбиелеп, танымал ғалымдардың шығуына себепкер болады. Сахабалардың көзін көргендерді табиғин деп атады. Міне осы табиғиндер әсіресе ислам құқығы саласында мол еңбек сіңірді. Олар жоғарыда көрсетілген үкім шығару принциптерін одан ары жандандырып,
жүйеледі. Нәтижесінде Мәдина және Иракта өзіндік құқық мектептер пайда болды. Ирак мектебі үкім шығаруда мәдиналықтарға қарағанда ақылды зәрулікпен қолданып, жеке салыстырмалы пікірге де жүгінді. Ал мәдиналықтар аят пен хадис төңірегінен шықпауға тырысып бақты. Ислам тарихында Құран мен сүннеттің құқықтық мәселесі мен үкімдерін түсіну, саралау, қорытындылау барысында түрлі пікірлер мен пәтуалар туындады. Сонымен қатар қоғамның түсінігі мен географиялық ерекшеліктеріне сай кейбір үкім шығару әдістері қолданылды. Уақыт өткен сайын бәзбір пәтуалар өзгеріп отырды. Құран мен сүннеттегі үкімдер сенім және амал деген атаумен екіге бөлінгендіктен, аталмыш тақырыптарды түсіндіру барысында ақида мазхабы, фих мазхабы болып бөлінді. Фих саласының дамуында мүжтахид имамдардың елеулі, қажырлы еңбектері нәтижесінде фихи мектептер құрылып, көптеген қолдаушылар таба білді. Мұндай мектептер ислам мазхабтары немесе фихи мазхабтар деп аталып, ондай мазхабтар сол мектептің негізін қалаушы имамның атымен аталды. Фихи мазхабтар ислам құқығын түсінуде және түсіндіру жолындағы әдіс үкімдерді талдауда, үкім шығаруда ұстанатын жол десек артық айтқандық емес. Ертеректе пайда болған мазхабтардың кейбірі бүгінгі күнге дейін жетіп, қолдауға ие болса, кейбірі қолдау таппай жойылып, ұмытылып кетті. Әуелде ешбір мүжтахид имамның мазхаб құру мақсаты мен арманы болмағаны анық. Дегенмен уақыт өте келе саяси оқиғалардың әсерімен кейбір мәселелердің нәтижесінде мазхабтар шықты. Умейя және Аббаси халифаты тұсында халифалар билік тізгінін ұстау мақсатында ғалымдардың жәрдеміне жүгінді. Мысалы, Әбу Ханифа, Имам Малик, Ахмад ибн Хамбал сынды ғалымдар зұлымдыққа себеп болмау үшін өз заманындағы халифалардың ұсынған қызметтерінен бас тартты. Тіпті бұл үшін жазаланды да. Кейбір басшылар айналасындағы ғалымдарға ғылыми пікір сайыстар жасатып, дұшпандарынан идеологиялық тұрғыда басым келуді мақсат тұтты. Пәтуа беру мәселесі бір жүйеге келмегендіктен, әр жерде білгіштер көбейіп, әркім өз бетінше пәтуа берді. Ұлы имамдардың біреуінің пәтуасына тоқтамға келмеген соң, іс насырға шауып, оның ақыры айқайға ұласып жатты. Әсіресе қазылардың әртүрлі пәтуа беру халық арасында үлкен сенімсіздік тудырды. Кімге сенерін білмеген жұрт, ондай қазылар мен білгіштерге құрмет көрсетуден қалды. Міне, осындай жағдайлар тек сенімді деген ғалымдардың еңбектері мен пәтуаларына жүгінуге себеп болды. Ол кезеңде ғылым иелері үшін ижтихад қақпасы айқара ашық еді. Ал ижтихад жасауға білімі жетпегендер үшін қалаған мүжтахидке жүгіну және пәтуасымен жүру еркіндігі берілді. Қазылар мен мүфтилер белгілі бір заң мен мазхабқа тәуелді болмағандықтан, арыз-шағымдарды өз ижтихады бойынша шешіп отырды. Аббасидтер кезеңіне дейін әрбір орталықта көптеген ғалымдар мен мүжтахидтер діни мәселеге өз беттерінше пәтуа берді. Фихи мазхабтардан шығуына себеп болған мәселенің бірі ғылыми еңбектердің жүйеге келуі еді. Аббасилер кезеңінде мүжтахидтер фихтың барлық тақырыптарының үкімдерін беріп, уақыт өте келе жинақтап, қайсы бір ғалымның түрлі мәселедегі пәтуаларын үйрену мүмкіншілігі туды. Сонымен қатар, фих мектептерінің ғалымдары өзара пікір сайысқа түсіп, қолданылған ғылыми әдістер мен фихи мәселелер қаламға алынады. Нәтижеде, жүйеге түскен фихи әдістер мазхабтардың пайда болуына өзіндік әсерін тигізді. Сондай-ақ мүжтахидтер арасында Құран кәрім аяттары мен сүннетті түсіну және үкім шығарудағы айырмашылықтарда фихи мазхабтардың шығуына белгілі бір дәрежеде себеп болды. Өйткені бір мүжтахидке сахих ретінде жеткен сүннет, екінші бір мүжтахидке сахих риуаятпен жетпеуі олардың түрлі үкім беруіне әкеп соқтырды. Осы секілді жағдаяттар туындаған кезеңде Әбу Ханифа, Имам Малик, Ахмад ибн Ханбал және Имам Шафиғи сынды ғалымдар өзгелерді өздерінің артынан еруге шақырмағанмен, олардың үкімін қолдаушылар көбейді. Уақыт өте құқықтық мектептер имамдардың атымен аталып кетті. Мазхабтардың ислам әлемінде орнығуы мен жайылуында саяси, әлеуметтік және мәдени себептер де әсер етті. Әсіресе аталмыш мазхаб имамдарының халифалармен қарым-қатынасының жақсы болуы бір елде сол мазхабтың кеңінен жайылуына ұйытқы болды. Мысалы, Аббаси халифаларынан Харун Рашид кезеңінде Әбу Ханифаның шәкірті Әбу Юсуф басқазы болып қызмет атқарған тұста
ханафи мазхабының жайылуына үлкен септігін тигізсе, Яхия ибн Яхияның Андалусияда Әл-Хакам атты халифаның сеніміне кіруімен Малики мазхабы сол аймақта кең таралды. Халықтың салт-дәстүр мен географиялық ерекшеліктеріне байланысты фихи мазхабтар бір өлкеде кең тараса, бір аймақта кенже қалып, бүгінгі дәуірімізге дейін осындай үрдіспен жалғасып келді.